құрметті әріптестер, бүгін бізде үш тілді іске қосу бағдарламасы бойынша тәжірибе алмасу сабағы болады. Қазақстанда үш тілде білім беруді дамыту кезеңдері 2016 жылы басталып, 2016 жылы аяқталды. Біздің колледжде 2016 жылдан бері осы тілді дамытуға курстар өтіп жатыр. Соның ішінде мен осы курстарға 2018 жылы қатыстым. Содан бері өз сабақтарымда ағылшын тілін кіріктіріп өткізіп жатырмын. Жобаның мақсаты әлемдік кеңістікте ойдағыдай кіру және оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету бойынша Қазақстан экономикасына мүмкіндік беру. Арнайы пәндері ағылшын тілінде әдістемелері және TVLT BOPS моделіне интеграция негізінде оқыту курсынан өткенде, негізінде уже 2006 жылдан бері айтып жатыр ғой, мектептерде химия, физика, математика пәндерін ағылшын тілінде оқытатын болса, бізде колледжде арнайы технология сабақтарын міндетті түрде ағылшын тілін кіріктіріп өткізуіміз керек деген. Мен сабақты өткізгенде, сабақты жоспарын құрастырғанда бағалау рубрикасын жасаймын. Бұл жерде тілдер туралы, тілдердің мақсаттар тұрады. 5 алғанда қандай құрметті әріптестер, бүгін бізде тәжірибе алмасу семинары демо-емтиханға арналған. Бәріміз білеміз, былтырдан бері бізде демо-емтиханның әр колледжде демо-емтиханы өткізіледі. Біздің колледжде барлық мамандық бойынша демо-емтихан өткізіледі. Демо-емтихан бізде не бойынша? WorldSkills ережелері бойынша өткізіледі. WorldSkills дегеніміз әлемдік дағдылар немесе мировой навык деп аударылады. WorldSkills жұмысшы мамандықтардың беделін арттыруға және шеберлік дағдыларын дамытуға бағытталған халықаралық конвенциялық емес қозғалыс. WorldSkills негізінде 1946 жылы Испанияда басталған. Испания жастар үйінің бас директоры Хосе Антонио Элола Оласа мырза жастарды, сондай-ақ олардың ата-аналарын, мұғалімдерін және әлеуметті жұмыс берушілерді олардың болашағы тиімді кәсіптік оқыту жүйесіне байланысты екеніне түсіндіру жұмыстарын бастады. 1947 жылы Испанияда алғаш рет ұлттық кәсіптік біліктілік конкурсы өтті. Ол Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін мемлекетте білікті жұмысшылардың тапшылығын жою, кәсіби жұмыс мамандардың танымалдығын арттыру және тиімді кәсіптік білім беру жүйесін көруге көмектесу мақсатымен ұйымдастырылды. Бұл бастаманы бірінші болып Португалия қолдады. Нәтижесінде 1953 жылы бірінші халықаралық Пиреней жарыстары өтіп, оған екі елдің 12 өкілі қатысты. 3 жылдан кейін жарысқа Германия, Ұлыбритания, Франция, Марокко және Швейцариядан келген бәсекелестер қосылды. Осылайша 1953 жылы кәсіптік шеберлік конкурстарын өткізу ұйымы халықаралық кәсіптік оқыту ұйымы деп құрылды. Испаниядан тыс жерде алғаш рет жарыстар 1958 жылдан бастап өтетін болды. Брюссельдегі дүниежүзілік көрмеде 58 жылы, ал 1970 жылы алғаш рет әлемдің басқа жерінде Токиода өтті. 2000 жылдардың басында IWTO атауымен символдарын өзгертіп, содан бері